Бесік халқымыздың қасиетті мұрасы және білімнің қайнар көзі. Оның тарихы өте тереңде жатыр. Аңыз бойынша, алғашқы бесік Жетісу мен Алтай өңірін билеген Айдархан бидің заманында пайда болған. Айдархан бидің әкесі Мизам баба ағаш егіп, орман өсірген құрметті адам болған. Ол 150 жыл өмір сүрген, бірақ оғай тез болған соң дұшпандары көре алмаушылықтан оны өсірген қалың орманын ертеп жібереді. Сол кезде ауылдан ұзап кеткен Айдархан би жаман түс көріп үйіне асығыс оралады. Келсе жайқалған орманның орнында күл ғана қалыпты. Уақыт етіп Айдархан бидің тұңғыш баласы дүниеге келеді, бірақ сәби еш тоқтаусыз жылай береді. Оған ешкім көмектесе алмайды. Бірде Айдархан би үйіне кірсе, баласы жұбанып қалыпты. Көз алдында ақ киімді бір қария ертең аман қалған ағаш бұтағына бала жатқызып әлделеп отыр екен. Би жақындағанда қария ғайып болады. Айдархан сол бұтақтан алғашқы бесікті жасайды. Бесікте жатқан бала тыныш ұйықтайды, өзіне жайлы болады. Бесіктің тәрбиелісі баланың денсаулығына, ой-өрісінің дамуына және мінез-құлқына жақсы әсер етеді. Бесік түзелсе, ел түзеледі деген сөз теккен айтылмаған. Бесік баланы мықты әрі еркен болып өсуге тәрбиелейді.